Мы пришли на концерт Марата Бисенгалиева. Название концерта «Мистер Адам». Сказали, что будет грандиозное шоу. Сейчас пойдем посмотрим. Міне Марат Бисенгалиевтің «Мистер Адам» деген концерті аяқталды. Адамлық толы болды. Жалпы 100 шақты адам жұмыс істепті осы концертке. Және де сондай-ақ 2019 жыл, яғни келесі жылдан бастап бұл концерт бүкіл әлемді шарлайтын болады. Ең бірінші рет, ең алғаш рет бұны алматылықтар көрді. Жалпы концерт немен басталды? Жалпы қалай болды дейсіздер ғой? Ең бірінші, жалпы бұл концертте мистер Адамның өмір баяны суреттелді. Жаңағы туған кезінен бастап қалай өсіп жатыр.
Одан кейін жаңағы бірінші қар дейді. Одан кейін қалай оқуға түсті. Одан кейін мистер Адам жаңағы өзін өзі іздеуде. Одан кейін мистер Адам жаңағы саяхаттап жүрген кезі.
Одан кейін мистер Адам жаңағы өзінің достарын іздеу үстінде. Мистер Адамның ғашық болған кезін. Әрине, одан кейін мистер Адам жаңағы соғысқа барған кезін суреттейді. Бұл бір ерекше керемет туынды болды. Тыңдаңыздар.
тағы да жалғыз. Мистер Адамды үлкен бір суретші ретінде суреттейді. Мистер Адам становится вечным дейді, одан кейін мистер Адамның гимн жизни. Осымен аяқталады концерт.
Мистер Адамның жаңағы туындыларын, бұл концерттегі туындыларды мен сіздерге толық көрсетпедім, тек қана жаңағы үзінді-үзінділерін. Соның өзінде де сіздер көп нәрсені ұқтыңыздар, көп нәрсені білдіңіздер деп ойлаймын, себебі бұл концерт ерекше бір керемет концерттердің бірі болды. Жаңағы айтады ғой, бір абсолютно эксклюзив болды. Сондықтан да қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Бұл концертті Астанада және де басқа да қалаларда, әлемде болып жатқан кезде міндетті түрде баруға тырысыңыздар.